Құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 1-4 қыркүйек аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Осы аптада агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмаларын іске асыру жөнінде кеңес өткізді. Кеңесте жолдауда айтылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа заңнамалық бастамаларды іске қосу тетіктері талқыланып, нақты тапсырмалар берілді. Агенттік төрағасы Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоры ұйымдастырған Қазақстанда жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді алдын алу шаралары атты дөңгелек столға қатысып, агенттік атқарған жұмыстар мен жаңа заңнамалық бастамалар туралы баяндады. Агенттік төрағасы Сербияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекемесінің басшысымен скайп-кол өткізді. Онда тараптар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша тәжірибе алмасу және екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев мемлекет басшысының өкімімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалған Дмитрий Малаховты агенттіктің еңбек ұжымына таныстырды. Президенттің бизнесті қорғауды күшейту туралы тапсырмасын іске асыру аясында агенттік алаңында төрағаның бірінші орынбасары Олжас Бектеновтың төрағалығымен кеңес өтті. Төрағаның орынбасары агенттіктің бизнес пен инвестицияларды қорғау бойынша PBI жобасын іске асыру аясында қолайлы инвестициялық ахуал жасау, жемқорлыққа қарсы қолдау көрсету арқылы бизнес пен инвесторлардың мемлекеттік билік институттарына сенімін арттыру мәселелерін талқылап, барлық мүдделі органдарды жұмысты жандандыруға және жедел шаралар қабылдауға шақырды. Сонымен қоса 2020 жылдың 7 айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қабылдаған қылмыстық құқықтық шаралар мен 240-ға жуық кәсіпкердің құқықтары қорғалды. Осы аптада аппарат басшысы Қуаныш Жапақовтың төрағалығымен агенттіктің қоғамдық кеңесінің онлайн отырысы өтті. Оған қоғамдық кеңес төрағасы Игорь Рогов пен мүшелері Алихан Байменов, Ерлан Әбіл және Елена Митрофанова қатысты. Отырыста жемқорлыққа қарсы жаңа заңнамалық бастамалар мен 2021-25 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру шараларына мемлекеттік органдар берген ұсыныстар талқыланды. Осы аптада Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов пен Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен жемқорлық мәселелеріне арналған ведомствоаралық кеңестер өтті. Онда президент жолдауында жарияланған жемқорлыққа қарсы заңнамалық бастамалар талқыланып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту туралы тапсырмалар берілді. 1 қыркүйек білім күніне орай агенттіктің бастамасымен Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен еліміздің барлық оқу орындарында жалпы республикалық онлайн адалдық сағаттар өтті. Өскелең ұрпақтың бойына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға арналған онлайн дәріс ұлы ойшыл Қожа Ахмет Яссауидің адалдық қағидаларын түсіндіруге арналды. Осы аптада агенттік алаңында антикорлайф жобасының аясында ұлттық академиялық кітапхананың басшысы Мұтхан Мұңалбаеваның, саналы ұрпақ жобалық кеңсесінің жетекшісі Қайыржан Токушевтың, Жас отан жастар қанатының жетекшісі Елнұр Бейсенбаевтың, агенттіктің серіктестік департаментінің директоры Расул Медетовтың қатысуымен Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ антикорньюс жобасының аясында президент жолдауындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа заңнамалық бастамалар туралы аппарат басшысы Қуаныш Жапақов пен агенттіктің жедел тергеу қызметі туралы Данияр Бегайдаровтың қатысуымен онлайн брифинг өтті. Жалпы барлық аумақтық департаменттерде 101 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 112 тікелей эфир өтіп, онда қоғамның өзекті мәселелері талқыланды. Агенттік өткен жылдың соңында қабылданған қарамағында қызметкері сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған үшін басшылардың отставкаға кетуі мен тәртіптік жауапкершілігі туралы заңнамалық нормалардың орындалуына бақылау жүргізуде. Осы аптада Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Антон Федяев пен Ақжар ауданының әкімі Ербатыр Мадияров қарамағындағы қызметкерлердің жемқорлық қылмыстарына қатысты сот үкімі күшіне енген соң қызметтерінен босатылды. Осы аптада Шығыс Қазақстан облысының 5 елді мекенде Шульбинск, Тастескен, Қатон, Баршаташ және Ақтоғайда сервистік әкімдіктер ашылды. Ашықтық қағидаттарына сай келетін сервистік үлгідегі орталықтар жергілікті атқарушы органдардағы тұрмыстық жемқорлықты азайтуға ықпал етпек. Соңғы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 100-ден астам сотқа дейінгі тергеусін тіркеп, 10 лауазымды тұлғаны ұстады. 9 тұлғаға қатысты қамауда ұстау бұлтарпа шарасы қолданылып, 25 миллион теңгеден астам залал өтелді. Олардың кейбіріне тоқталып өтсек. Алматы облысында облыстық жедел және шұғыл медициналық жәрдем станциясының директоры мен оның орынбасарына қатысты коронавирус пандемиясымен күресу бойынша дағдарысқа қарсы шаралар аясында жалпы сомасы 3 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Алматы қаласында қалалық әкімдіктің лауазымды тұлғаларына пара беруге арандатушылық жасау күдігімен кәсіпкерден 90 мың ақш доллар сомасында ақшалған оңтүстік Астананың тұрғыны ұсталды. Ақмола облысында 4 жылдан бері іздеуде жүрген Қазсу шаруашылығы кәсіпорнының Ақмола филиалы директорының орынбасары 46 миллион теңгеден астам залал сомасын толық өтеді. Шығыс Қазақстанда Ішкі істер министрлігіне қарасты Еңбек Өскемен мемлекеттік кәсіпорнының лауазымды тұлғасына қатысты жалпы сомасы 4 миллион теңгеден астам пара алу күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Осы аптада агенттік аяқтаған қылмыстық істер бойынша 11 тұлғаға қатысты 11 айыптау үкімі шықты. Оның 5-еуі түрлі деңгейдегі басшылар. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 1-4 қыркүйек аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.